Бүгін жексенбі 19 мамыр. Бізде Шымкент қаласында азаннан бері жаңбыр жауып жатыр. Ауа райы өте керемет, маған ұнап тұр. Терезені ашып таза ауамен тыныстап дем алып алдым. Одан кейін табиғатқа бір көз жүгіртіп, Аллаға шүкір деп өз шүкіршілігімді айттым іштей. Одан кейін бүгінгі күнге деген ойша дайындығымды бастадым. Өзімді ретке келтіріп, тісімді жуып, бетімді жуып, жолдасым екеумізге таңғы ас дайындадым. Бүгін жолдасым нарядқа түседі, содан кейін жұмысқа ерте кетті. Одан кейін жұмыстарын жасап болған, яғни жігітімді жұмысқа шығарып салғаннан кейін жаттығу жасайын десем, зарядкамның ойбай наушнигімнің зарядкасы отырып қалыпты. Оны зарядкаға қойдым, кейін жаттығуымды бастадым. Менде жеңіл жаттығулар, қолға, белге, аяққа арналған. Және де бұл жерде көп нәрсе түсірілмей қалды, оны түсірмедім. Планкаға тұрғанды, негізі осындай өзіңе уақыт арнасаң, ерте тұрып кітап оқысаң, либо жаттығу жасасаң, өте жақсы сезімде жүресің, өзіңе өзің көңілің толып. Одан кейін үйдің тірліктерін жасауға кірістім. Бізде 2 күнде бір тұрып кір жуамыз. Балалардың киімдері жиналып қалады. Негізі бейсенбі күні жуған болатынмын, жұмада жумадым, сонымен кірлер жиналып қалды. Баланың киімдерін салам ең алдымен, одан кейін біздің киімдерді. Содан кейін киімдер жуылып болғанша блокнотымды толтырдым. Одан кейін Кемел адам кітабынан таза ауа ем деген тақырыпты оқып жатырмын. Таза ауаның пайдасы жайында. Қазіргі қоғамға біздің көп аллергияның неден пайда болатын жайында. Өте жақсы қамтылған тақырып, оқып көріңіздер сіздер де. Таза ауаға қалай қол жеткіземіз? Табиғат сақтау жайында көп жақсы айтылған. Одан кейін өзіміздің ванный бөлмені жуып жинап алайын дедім. Көп бол жинамағалы. Сонымен средстволардың бәрін қолданып, ысып тұрып, жақсылап жуып алдым. Кейін заттарын бәрін орнына қойып реттестірдім. Менде мына жерде қазір видеода көрсетемін, алдыңғы видеоларда қандай средство қолданғанын. Қарап тұрсам, менің шашқа қолданатын маскалардың көп екен. Жолдасымда бір шампунь и болды. Менде 2-3 шампунь. Осындай хлорка қолданамын. Базардан берген болатын, хлорозаменяющее средство деп. Өте жақсы тазартады. Ал бүгінгі күндеріңізге сәттілік.